Сәлем достар, сіздермен бірге қазақ тіліндегі спорт жайлы YouTube арна ERA-X. Видео ұнаса, видеоға лайк басып, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Ал біз бастаймыз. Ирландиялықтың UFC-ге оралуы сәтті өтті. Ирландиялық файтер Конор Макгрегор UFC 246 шоуының басты кездесуінде Дональд Серронені 40 секундта нокаутқа түсіріп, спорттық мансабын қайта жандандырды. Кейінірек Макгрегор жылдам жеңісін түсіндірді. 2017 жылы ирландиялық спортшы бокс ережесі бойынша америкалық Флойд Мейвезермен жұдырықтасып, 10-шы раундта жеңілген еді. Осыдан кейін Макгрегор бокс ережесі бойынша бірнеше жекпе-жек ұйымдастыру ниеті бар екенін айтқан болатын. Ирландиялықтың айтуынша, осы бокс залындағы жаттығулар оған Серронені жеңуге себепші болған. Білесіздер ме, мен қазір бокс залынан шықпаймын. Негізгі спорттық мансабымды осы бокстан бастаған едім. Бұл дегеніміз түп тамырына қайта оралумен тең. Ковбоймен жекпе-жекте осы жаттығулар маған қатты көмектесті. Бұл туралы жекпе-жектен соң Джо Роганға айтқым келген. Жекпе-жекке жақсы дайындалдым, залда ерінбей еңбек еттім. Мен тәжірибелі спортшымын, осының бәрінен өттім. Мұны қайталай да аламын. Ең бастысы жақсы формада қалу, деді ол. Макгрегор мен америкалық Дональд Серроне жекпе-жегінен кейін ирландиялықты кездесуге шақырғандар бар. Олардың бірі америкалық Джастин Гейджи. UFC файтері Макгрегорды мақтап, оны жекпе-жекке шақырған. Бұл жігіт мықты, бірақ мұндай жекпе-жекті қабылдау қорқақтың ісі. Менің есімім Дата Конор, деді Гейджи. Ал ирландиялық Конор Макгрегордың өзі 40 секундтық жеңісінен кейін UFC чемпионы Хабиб Нурмагомедовпен қарымта туралы мәлімдеме жасаған болатын. Хабибтің ерекше дағдылары мен өзіндік стилі бар. Қарымтаға барынша тиянақты дайындаламын. Дана, неге Хабибпен Мәскеуде жұдырықтасуымызға қарсы? Ресей мен орыстар ұнайды. Хабибке қарағанда мен көбірек орыспын. ППФ үшін, шынымен, солай ойлайсыздар ма? Бірінші жекпе-жекте де аз табыс көріп педік, деді Макгрегор. Хабибтің әкесі болса, Конормен реванш керек пе? $100 миллион дайындаңыздар. UFC басшысы Дана Уайт Макгрегор Хабиб арасындағы жекпе-жекті ұйымдастырғысы келсе, қомақты қаржы дайындау керек, деді Абдулманап Нурмагомедов. Жеңіл салмақтағы UFC чемпионы Хабиб Нурмагомедовтың әкесі қандай жағдайда ұлының Конор Макгрегормен екінші рет жекпе-жек өткізетінін айтты. Жасыратыны жоқ, бізге де бұл реванш керек, бірақ $100 миллион беріңіздер. Фергюсонмен өтетін жекпе-жектің ертесі күні осы ақшаны дайындаңыздар. Неге реванш ұйымдастырмасқа? Айта кетейік, 2018 жылдың қазан айында Хабиб Конорды тұншықтыру әдісін қолданып ұтқан еді. Конор Серроне арасындағы төбелес 40 секунд ішінде ирландиялықтың жеңісімен аяқталды. Ал Хабиб Нурмагомедов келесі жекпе-жегін 19 сәуір Нью-Йорктегі UFC 249 турнирінде Тони Фергюсонмен жұдырықтасады. Ресейлік белбеуін 3-ші рет қорғайды. Сіздермен бірге болған қазақ тіліндегі спорт жайлы YouTube арна ERA-X. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, күн сайын жаңа видеолар біздің арнаға шығып отырады. Ал мен сіздермен қоштаспаймын, келесі кездескенше.